Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Ақнұр. Бүгін өте дәмді әрі ерекше жасалынатын кекстің рецептінен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда өте қызықты рецептер шығатын болады. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымыздың үстіне қантты салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды саламыз. Бізге 2 жұмыртқа болады. 30-13 штук кекс шығатын болады. Одан кейін жылы сүтімізді құямыз. Жай-жайдан онды салып отырамыз. Кексіміз жақсы көтерілу үшін 1 қасық разрыхитель және де 2 қасық кішкентай қасықпен какао қосамыз. Миксердің көмегімен тағы да жақсылап араластырамыз. Онды бірден салмаймыз. Жай-жайдан бөліп салатын боламыз. Осындай бізде қамыр дайын болды. Мен қамырдың арасына осындай печенье салатын боламын. Сіздер орео немесе кез келген жеміс-жидекті немесе шоколадты да салсаңыздар болады. Қолыңызда қандай дәмді зат бар, соны сала беріңіздер. Өте дәмді ерекше болып шығатын болады. Дән салсаңыздар да болады. Осылай кекстің ыдыстарына әдемілеп құйып шығамын. Және де үстіне дальний стружкаларымызды себетін боламыз. Сепсеңіздер, сеппесеңіздер де болады. 180 градуста 30 минутта осылай кекстарымызды пісіріп аламыз. Алдын ала пешті қыздырып қоюларыңыз қажет. Міне бізде осындай өте жұмсақ, нәзік кекс пайда болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Шайға өте күшті кетеді. Баршаңызға ас болсын. Мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.